Бәріңе сәлем, бүгін біз Казгасаға обзор жасаймыз. Казгасаға түскісі келетін адамдар осы влогты соңына дейін қараңыздар. Бүгін біз Казгасаға келдік. Осы университеттің түлегінен бір-екі отзыв сұрасақ. Саламатсыздар ма? Құрметті Марсидің подписчиктары. Біз бүгін менің 5 жыл оқыған универіме келдік. Не айтам Казгаса туралы? Казгаса өте творческий адамдарға арналған университет. Бұл жерде сіз әр түрлі адамдарды көре аласыздар, потому что олар творческий өздерінің киімдерімен де, сырт келбетімен де выражаться етеді. Сонымен Болды. Рахмет интервьюңызға. Біз енді Казгасаны таныстырамыз. Мынау, бұл не? Бұл Казгасаның асханасының терезесі. Мына жақта осындай территория. Здание 5-ші этажы, факультет архитектура мен дизайн. Сіздің строительство и так далее бөлініп кетеді. өзіңіздікін ғана білесіз бе? Самый распространенный, даже біз вроде бы новостиға шықтық, что біздің студенттерді сағат 8:30-нан кейін сабаққа кіргізбейді. Себебі тура сағат 8:30-да осы жерде күзетші есікті жабады. Егер де сіз 8:30-ға дейін, то есть сабақ басталғанға дейін кіріп үлгермесеңіз, онда вообще кірмесіңіз универге. Келесі пара басталғанша. Сол үшін кешікпей жүріңіздер. Мына жақта бүкіл орындықтар қойылған. Қабылдау комиссиясы. Фонтан тура алды да, главный вход. И дальше вот, собственно, есік. Заходите. Мына жақта осындай орындықтар, диванчиктар. Зал ожидания. Ага, yes, окей. Мына жақтың бәріне қабылдау комиссиялар отыр. Мен сіздерге қазір этаждар көрсетемін. Осы турникеттен ID-мен өтеміз. Осы турникеттен ID-мен өтесіздер. Дальше. Тут по своим личным делам. Мына жерде осындай компьютер тұрады. Если қағаздарыңыз керек болса, шотын шығарып аласыздар. Бұл қабылдау комиссиясында. Қазір біз 3-ші этажға келдік. Мына жерде іші осындай, барлық этаждар осындай, бірақ әр факультеттің өзінің этаждары бөліп алған. Күшті топырақтың иісі шығып тұрады. Какой кайф. Мына жер осындай. Мынау қандай факультеттікі? Строительствоның факультеті. Yes. Мынау бізде 2-ші этаж. Қараңыздар. Мына есіктен арата кірсеңіздер, бұл Казгасаның лицейі. Ал мынау 2-ші этаж. Мынау офис-регистратор. Осындай. 2-ші этаж әдемі екен? Сол жақтарымыздағы есіктер. Жердегі. Осы есіктер поточный. Дұрыс қой, поточный аудитория дейді. Біздің бірінші этаж. Ана жақта бағана сыртта көрген асхана. Академия деп аталады. Анамыз опорный. Көрсеткен, как-то нормально. Хай! Осы айнада сүріп кесесіздер енді, Казгасаға түскендер. Мынау біздің тоже кафешка. Ана жерде кофедайны. Анау что жақсылап көрсеткен. Кофедайны. Строительный магазиндар. Строительный дегенде канцелярия сатады. Осы жерде қазір мынау біздің музей. Мен уже осы жаққа қалмағаныма уже қанша болды? 5 жыл болып кеткен. Прикиньте. Мен ойлағам 5-ші курста обязательно кіремін деп ше. Или хотя бы 4-ның аяғында. У нас начался карантин. Из-за этого не получилось. Даже теперь. Вот поэма. Осы жерде тұрамыз біз. Ана есікте 8:30-да кіре алмаған соң. Бізде 8
50-де ма сондай кезде кіргізеді ішке, когда қыста сондай кезде. Что там? Аппарат. Кофе аппарат. Ана жерде негізі алтын адамның несі болған. Статуясы тура мынау орнатып тұрған жерде. Алып тастапты. Алып тастапты. Ремонт полностью жүріп жатыр. Ар жаққа общежитиеға баратын жол. Ана жақ. Мына жер и мына жақ паркинг. Екі жаққа паркинг. 3 штук карандаш осы. Жоғарға қарап тұрған 3 толған карандаштың іші. Содан кейін сіздерге полноценный даже аудитория, поточка, столовкада қандай тамақтар сатады соған бәрін де көрсем, егер де қазір 11 класс оқып келесі жылы универге түсетіндер болса, егер де осы Казгаса қандай деп білгілеріңіз келсе, мен сіздерге сондай блог жасап берейін. Просто комментарийда жазып кетіңіздер, Казгасаға түскісі келетін творческий дизайн, строительство, архитектура, өте қызықты негізінен скульптура деген сабақтар болады, сурет сабақтар болады. Прям чисто творческий адамдарға арналған университет, сондықтан да егер осы универге түскілеріңіз келсе, без проблем мен сіздерге обзор жасап беремін. Жарайды, күтіңіздер. Бәрін көрсеңіздер, Махамбетті көрсеңіздер. Махамбет деген не екенін білгілеріңіз келсе, келесі блогты көріңіздер. Осымен влог аяқталды. Барлықтарыңыздың көргендеріңізге рахмет. Және де келесі влогты көргілеріңіз келсе, обязательно осы влогтың астына комментарий жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бәріңізге сау!